Мен Абай Құнанбаев атындағы нөмір 5 мектеп гимназиясының 10-шы Ә сынып оқушысы Сансызбай Айдос. Сіздер Абайдың 6-шы қара сөзін тыңдап, ой елегінен өткіздіңіздер ме? Қазақтың бір мақалы өнер алды бірлік, іріс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады? Қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, ант ұрғандықтың басы осы. Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі, көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да, көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Біздің кезде қазіргі жастардың өмірімен не байланыстырар едік? Мен өзімнің сыныптас достарының ой пікірін тыңдап көрейін. Инабат, сен Абайдың 6-шы қара сөзінде не ойлайсың? Абай атамыз 6-шы қара сөзінде қазақтардың мінездерін сипаттаған, мал үшін жақынын да ағайын іні достарын сатып кете беретін мінез мінезді туралы айтқан, жеріне жеткізе сынаған. Бұл біздің заманымыздағы қазір белең алып отырған мәселе сыбайлас жемқорлық. Бұл сыбайлас жемқорлық сенің қастарындағы желпостар достарың санасаң, сенің қолынан билік кеткен соң, ол сенің достарың қастарында таба аласың ба? Жоқ деп ойлаймын. Себебі бірлік малға сатылса, ол ант ұрғандықтың басы. Аслан, ал сен не ойлайсың? Абай атамыз 6-шы қара сөзде былай депті: егер де адамдық қасиетін жоғалтатын болсаң, сен неменеге бұл өмірде адам ретінде өмір сүріп жүрсің, сен қалай өзіңді адам ретінде санайсың депті. Абай атамыз осы сөздерден бізді ол ойдан итеріңкілеп, ол ондайға жоламауға шақырады. Осы сөздерден кейін өз ойынды тазалап, қорытынды шешім келтіресің деп ойлаймын. Ал ырыс алды тірлік болса, әркім адам настанып, наданданып кетер еді. Тірлігі түзу болса да, ырысы болмайды. Демек, жаңа заман қоғамында заманауи талаптарға сай қалыптаса білу адамдықтың басты шарты деп ойлаймын.